Сәлем достар, бургер булочкаларын өз қолымызбен үй жағдайында жасаймыз. Өте оңай рецептпен бөлісемін. Ең алдымен жылы су, жылы сүтімізді, қантымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң 2 жұмыртқа салып араластырып, үстіне сұйық майды құямыз. Дрожжымызды салып, ергенше араластырамыз. Одан соң қамырды аз-аз мөлшерден салып, осылай араластырып, жұмсақ қылып, өте жұмсақ болу керек, қамыр илейміз. Ұнымызды көрсетілген мөлшерде көп салып қоймаңыздар. Қатты болса, қамыр піскен кезде де булочкаларымыз қатты болып қалуы мүмкін. Илеп болған соң ыдысқа салып, бетін жауып 1 сағатқа қалдырамыз. Міне осылай көтеріліп шығады. Қолымызды сұйық маймен шамалы ғана майлап аламыз. Видеода көрсетілгендей кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Жақсылап қолмен әдемі осындай дөңгелек шарикке жасап формаға келтіреміз. Пергамент немесе фольга қағазының үстіне салып, үстін пищевой пакет немесе майлықпен жауып жарты сағатқа қалдырамыз. Міне осылай шамалы көтеріліп шығады. Жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Үстінен күнжутты сеуеміз. Күнжутты барынша молырақ сепкендеріңіз дұрыс. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Дайын болды. Өте жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.